Елімізде жыл сайын 400 мыңға жуық сәби дүние есігін ашады. Бұл 1999 жылғы деңгейден 2 есе жоғары. Мұндай жақсы үрдісті алдағы уақытта да сақтау керек. Елбасы Қазақстанның 3-ші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты жолдауында осылай деген болатын. Ал сыр өңірі бала туу көрсеткіші бойынша республикада Маңғыстау, Оңтүстік Қазақстан облыстарынан кейін 3-ші орында. Яғни былтырдың өзінде облыс бойынша 18.600 бала өмірге келген. Демографиялық ахуалды осыдан-ақ бағамдай беріңіз. Жолдауда енді ана мен балаға мән бермей кетпейді. Ана мен бала өлімі, ана мен баланың денсаулығына көп мән беріліп жатыр. 14-ші жылы ана мен бала орталығы тапсырылып, қазіргі таңда 350 койкаге төсектік мекеме болып жұмыс жасап жатыр. Оның ішінде барлық қажет деген қазіргі заманға сай, халықаралық стандарттарға сай қажет құрал жабдықтармен, дәрі-дәрмектермен 100% толық қамтылған. Президент халыққа жолдауында ағылшын тілін меңгермей Қазақстан жалпы ұлттық прогреске жете алмайтындығын айтты. Себебі бүгінде ағылшын тілі жаңа технология, жаңа индустрия, жаңа экономика тілі. Сыр аналары үкіметтік емес ұйымның төрайымы Нұрсәуле Мұсаева осы бағытта тұшымды ой айтып, 3 тілді оқуға кезең-кезеңмен көшу мәселесіне тоқталды. Әлемдік деңгейге жол ашу үшін біздің жастарымызға қазіргі кезеңде қазақстандық әрбір азаматқа 3 тілді меңгеруге нақты тапсырмалар беріліп отыр. Бұл жұмыстарда қазір жүзеге асырылып жатыр. Ағылшын тілін оқытуда қазір біздің облыс әкімінің шешіміменен тілдерді оқыту орталығы мемлекеттік мекеме болып құрылып, қазір ағылшын тілін мемлекеттік қызметшілерге, мекеме ұйым қызметкерлеріне тегін меңгерту жолға қойылды. Елбасы сондай-ақ 30 елдің қатарына кіру үшін үкіметке цифрлы Қазақстан жеке бағдарламасын әзірлеуді тапсырды. Бұл дегеніміз денсаулық сақтау, білім беру және басқа да перспективалы салаларда 3D принтинг, онлайн сауда, мобильді банкинг, цифрлы қызмет көрсетуді қолға алу керек деген сөз. Әбділда Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы бұл бағытта жүйелі жұмыс істеуде. Бүгінге дейін 3193 кітапты және Ленин жолы мен Путь Ленина газеттерінің 18457 бетін цифрлы форматқа көшірген. Сыр бойының электронды кітапханасы құрылды. Қазір қашықтықтан біздің оқырмандарымыз, пайдаланушыларымыз мына өлкетанулық құжаттарға, жергілікті ақын жазушылардың шығармаларына қол жеткізді. Сонымен 2020 жылға қарай барлық кітапхана қоры электрондық нұсқаға көшірілетін болады. Бұл біріншіден рухани мұралардың сенімді сақталып, қолжетімді болуына үлкен мүмкіндік. Әкімжан Жолтаев, Иса Шәріп, Досхан Сәтбай, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы.